Ал құрметті ата-әжелеріміз, біріншіден сіздерге үлкен рахмет. Осындай мектептің іс-шарасына немерелеріңізді қолдап, ұстаздарымызды қолдап, осындай іс-шараға келіп қатысып отқандығыңызға үлкен рахмет. Біріншіден, сіздердің кешелен қарттар біздің ата-әжелеріміздің мейрамы болып жатыр. Сол мейрамдарыңыз құттықтаймын. Отбасыларыңызда бақыт тілеймін. Әр уақыт арамызда жүре беріңіздер. Немерелеріңіз сіздерді қызықтырып қуанта берсін. Мінекей ата-әжелеріміз бүкіл немересімен шығып жатыр. Балаларыңызға бүгінгі сайысымыздың тақырыбы да ұрпақтар сабақтастығы деп өте орынды алынған, және жаңа сіздердің байқауларыңызда балаларға қандай сабақтастық жасап жатырсыздар, немерелеріңізге неме үйретіп жатырсыздар, қандай дәрежеде болу керек, қазақ тіліміз қандай болу керек деген барын үйретіп жатырсыздар. Сіздерге өте көп қуаныштымын, көп рахмет сіздерге. Және мынау бастауыш сыныптың ұстаздары, сіздерге үлкен рахмет. Осындай үлкен шара өткізіп, үлкен тақырып, мағыналы тақырыпта өткізіп жатқан іс-шараларыңызға өте көп рахмет деп отырмын. Көріп қуанып отырмын. Жаңа енді бұл жерде біз жаңағы әлиқазыларымызбен шешіп бірінші орын, екінші орын дегенді керек жоқ деп ойладым. Өйткені қай ата, қай әже асып атады деген болмайды. Сондықтан сіздерге біз номинация, сіздердің істеріңізге қарай, немерелеріңізге қарап, еркелетіп жатқандарыңызға қарап, сіздерге номинация беріп болдық. Бірақ грамотамыз кішкене дайын болмай қалды, сыйлықтарымыз береміз. Сосын грамотамызды келесі күнде балалардан беріп жібереміз. Өйткені грамотамыз кішкене болмай қалды. Сонымен жаңа бұл біріншіден үшінші сынып оқушы Талғатов Ербатыр, әжесі Қалмағанбетова Салима деген кісілер сіздерді өнерлі отбасы деген номинациямен марапаттаймыз. Бұл кісілер жаңа балаға қалай көріп жатырсыздар да, ой өрнекті қалай жасап жатыр да, қалай істе баланы бірге істетіп, көрсетіп, үйретіп, жаңа қалай баланың сабақтастығы көрініп тұр. Келесі, 4-ші Б сынып оқушы Кенжеғали Балауса, атасы Кенжеғали Махметов, әжесі Алмагүл Дәлмезова, әулет шежіресі деген, яғни жаңағы қазақ халқының қазақ болайық деген әулет шежіресі қалай жаңағы әжесінің Ресейден әкеп қазақ болғандығы, ол өнер қуанып. Келесі 3-ші А сынып оқушысы Әбдіқадырқызы Сарвар, әжесі Бекбека Жәнеке. Сайлауымыз Жәнеке Сайлауымызда Жәнеке Сайлаубекіміз. Сіздер шебер қолдар деп, жаңағы қыз небересі да көрдіңіздер ма? Зергерлік бұйыммен жаңа өз қолымен жаңа шолпы жасап, моншақ жасап, өнер, сондықтан сіздерді өнер қолдар деген номинациямен қойды. Келесі Жанайдар Дәмер немересі, атасы Жанұзақ Қалиұлы. Атам мақтанышым дегенде болды. Өйткені бұл жерде атасының өнері немересі жанында қолдап, жанында поддержка ретінде шығып жүрген. Ал барлық мақтан атасымен мақтанып тұр, атасын мақтанып айтатса, мен ананы істедім, ананы мақтанып, көріпті. Сондықтан атам мақтанышым деген номинациямен. Ал осындай марапаттармен сіздерді құттықтаймын. Осындай іс-шараларға жиі қатысыңыздар, немерелермен қолдап жүріңіздер. Әр уақытта сіздерге ақ жол тілеймін.